Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Менің есімім Гүлмира. Мен экспорттық операциялар секторындағы банкирімін. Бүгін сіздерге инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды қарастырудың екінші кезеңін индикативтік талдау туралы баяндаймын. Бұл кезең үшін қажет құжаттардың тізімімен бөлісіп, банктың шешім қабылдау процесін жақсарту үшін қабылданған шаралары туралы мәлімет беремін. Бұл өзгерістер банк қызметін үздіксіз жетілдіру мен дамытуға деген ұмтылысымызды көрсетеді. Индикативтік талдау кезеңі жобаның алдын ала талдауын қамтиды. Бұл кезең барлық инвестициялық жобалар мен экспорттық операциялар үшін қажет. Екінші жағдайда, егер өтінім беруші резидент болмаса, индикативтік талдау кезінде біз ұсынылған жобаларды бағалау үшін кешенді әрекет жасаймыз. Қажет болған жағдайда сыртқы сарапшыларды тарта отырып, техникалық сараптама жүргіземіз. Жоба үшін мүмкін болатын қаржыландыру көздерін анықтаймыз. Өтінім берушінің экономикалық қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін тексереміз. Жобаның маркетингтік дайындығы мен өңделу дәрежесін талдаймыз. Жоба құжатының заңнамалық тараптарға және банктың нормаларына сәйкестігін тексереміз. Терең талдау үшін сыртқы құқықтық кеңесшілері тарту мүмкіндігін қарастырамыз. Банктың ішкі актілеріне сәйкес кредиттік талдау мен мәмілені құрылымдауды іске асырамыз. Сараптамалардың нәтижесінде жоба индикативтік қаржыландыру шарттары бойынша мақұлданады, немесе жазбаша түрде бас тарту шешімі шығарылады. Бұл кезеңде өтінім беруші келесі құжаттарды ұсынуы керек. Барлық мәмілеге қатысушылардың құрылтайшылық және қаржылық құжаттары. Жобаның бизнес жоспары мен техникалық экономикалық негіздемесі. Жер учаскелеріне қатысты құқық белгілейтін және техникалық құжаттар. Жоба аясында қызметті жүзеге асыруға рұқсат беретін құжаттар. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер жеткізуге арналған келісім жобалары немесе алдын ала келісімдер. Шикізатты сатып алу бойынша коммерциялық ұсыныстар. Ұсынылған кепіл мен қамтамасыз ету құжаттары. Инвестициялық жобаны немесе экспорттық операцияны қарастыру ұзақтығы осы кезеңде 35 жұмыс күнін құрайды. Алайда тараптардың өзара ынтымақтастығы бұл мерзімді қысқарту мүмкін. Бизнес процестердегі соңғы өзгерістердің арқасында банк өтінімдерді қарастыру мерзімдерін айтарлықтай қысқартты. Біз бизнес ұсыныс және индикативтік талдауды біріктіріп, кейбір рәсімдерді жоққа шығардық. Сондай-ақ талап етілетін кейбір қорытындыларды алып тастадық. Нәтижесінде қарастыру мерзімі 12 жұмыс күніне дейін қысқартты. Бұл оң өзгерістер банк қызметтерін клиенттер үшін қолжетімді әрі жедел ету үшін қабылданды. Қаржыландыру өтінімдері, егер жоба немесе құжаттар банк талаптарына сай болмаса, немесе барлық қажетті құжаттар ұсынылмаса, қабылданбайды. Сонымен қатар, құжаттарды толықтыру қажет болса, өтінім беруші оны өзі қайтарып ала алады. Кепіл ретінде қабылданатын мүліктер. Жеке меншік немесе ұзақ мерзімді жалға алынған жер учаскелері. Егер пайдалану мерзімі қаржыландыру мерзімінен ұзақ болса. Жоба аясында сатып алынатын жылжымалы және жылжымайтын мүлік. Болашақтағы мүлікке арналған келісімдер немесе шарттар. Аяқталмаған құрылыс нысандары. Қаржыландыру мерзімінен кем емес уақытқа сақтандырылған жинақ және ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары. Құнды қағаздар, жеке және заңды тұлғалардың кепілдіктері. Әрбір кепілге қатысты шектеулер өтінім берушімен жеке талқыланады. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, қосымша сұрақтарыңыз бар болса, банкке хабарласа аласыздар. Байланыс нөмірлері банктың ресми сайтында. Бізбен бірге болыңыздар.